кішкентай балаңыз бар, ақылы бар деп қоя салуға болмайды. Бір кісілерден мынандай нәрсені естідім да, ол балаңа үйт бүйт деп айта берме дейді. Ол өз өскеннен кейін өзі үйреніп алады дейді. Енді қарсаңызшы, егер де ол бала кезінде, кішкентай кезінде қай нәрсенің қате, не нәрсенің дұрыс екендігін айтпасаңыз, ертең зиян болмаған, зиян болмай ма? Зиян болмайды. Зиян болады. Мысал қараңыздар енді. Жас бала барлығы не кигісі келмейді? Қыстың күні, қазір Шымкентте аяз болып отыр. Біз мына жердің ыстығымен алданып жүрміз ғой. Шымкентте не болып отыр қазір? Аяз болып отыр. Енді қараңыз, күн суықта мектептің оқушысы әсіресе 7-8-9 кластың балдары, 11 кластың балдары басын жуғаннан кейін ана прическам жатып қалады дейді да, не кимейді? Шапка кимейді. Әке-шешесі не істеп жүреді оны? Киіп ал, басын жаурайды. Сол кезде ана бала ашуланып кетті, дұрыс па? Болды ғой сіздерде де? Апа, балаңыз қандай? Ашуланады ғой, маған кигізе бересіздер деп та, мысалы. Былайынан қарап тұрсаңыз, ана бала әлі түсінбегеннен кейін әке-шешесі оған бір жаманды ойлап атқан сияқты. Ана прическасының әдем болғанын қаламай тұрған сияқты ма бүйтіп қарасаңыз? Ана бала сөйтіп ойлап тұр ғой енді. Мен шашым жуам, әке-шешем ана киіп жібереді, шашым жатып қалады деп ашуланып зорға киіп шығады. Бірақ ол ертең өскеннен кейін соның әке-шешесінің дұрыс айтқандығын түсінеді ме? Түсінеді. Ана бас дызылдаған кезде, бас ауырған кезде, тізе қақсаған кезде. Сонда қарсаңызшы, әке-шеше негізі бізге жақсылық ойлап кигізіп жатыр ғой ана негізінде. Ал бала оны бізге бір жаман нәрсе қалып тұрған сияқты түсінеді бала. Бірақ ертең есейгеннен кейін сол нәрсенің дұрыс екендігін біледі. Енді қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге осы жақсы нәрселерді түсіндіргісі келді ғой. Түсіндіріп те кетті ғой сол нәрсені. Бірақ кейбір адамдар не істеп жатырмыз біз? Түсінбей жатырмыз. Ана жас бала сияқты, жас бала ана бас киімнің пайдасын түсінбей жатыр ғой. Бірақ ол ертең есейгеннен кейін не қылайын деп тұр ол? Түсінейін деп тұр, бірақ кеш. Не үшін кеш? Бастың барлығы суығын алып қойған уже. Суығын алып қойған. Енді ол бас тек қана қақсайды. Қақсаған, кезінде әке-шешем айтқан тыңдай салуым керек деген нәрсе болады. Қанша қақсап еді маған, киіп ал деп дейді. Сонда қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге осы нәрсенің, намаздың пайдасын, оразаның пайдасын, харам нәрселерін аулақ жүруді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге түсіндірді. Бірақ кейбір адамдар не деп жатырмыз? Түсінбей жатырмыз. Бірақ түсінетін кез келеді. Бірақ ол кезде не болады? Барлығы кеш болады. Барлығы кеш болады. Ана ананың құрсағында жатқан кезде балаға, ананың құрсағында жатқан балаға қол керек па? Негізі ананың құрсағында жатқан кезде бала тамақты қайдан ішеді? Кіндіктен, ананың кіндігімен. Енді анасы не ішеді? Оған көз керек жоқ, бүйтіп көрмейді еш нәрсені. Құлақ керек жоқ, құрсақта жатыр болды ол. Тамағы бар, кіндіктен кіріп жатыр. Қол керек жоқ оған, бір нәрсе ұстап жатқан жоқ ол. Аяқ керек жоқ оған. Яғни құрсақтың ішінде керек жоқ. Бірақ оған қашан керек болады ол? Дүниеге келгеннен кейін керек болады. Көз керек болады, құлақ керек болады, аяқ керек болады, қол, барлығы керек болады, көз керек болады. Енді қараңыз, ананың құрсағында жатқан кезде балаға, саған қол, көз, құлақ керек жоқ деп врачтар кесіп тастаса. Керек жоқ қой саған деп. Бұл дүние қалай келетін еді? Мүгедек болып келеді ғой енді. Қол аяқ жоқ, мүгедек болып келеді. Енді қараңыздар, бұны не үшін айтып жатырмын? Мына дүниеде бізге намаз, ораза керек жоқ негіз. Керек пе не? Керек жоқ. Бұл дүние үшін де керек жоқ. Намаз оқымаса да, ораза ұстамаса да күн көріп жатқандар бар ма? Күн өтіп жатыр ғой. Былайша айтқан кезде күн көру үшін намаз, ораза қажет жоқ негізінде. Бірақ қажет жоқ екен деп біз намазды да, оразаны да тастайтын болсақ, ақыретке қалай барамыз біз? Жаңағы ананың құрсағында жатқан балаға қол, аяқ керек жоқ деп біз оны керек жоқ деп алып тастасақ, мынау дүниеге мүгедек болып келгені сияқты, бұл дүниеде намаз, ораза керек жоқ қой деп оны тастап қоятын болсақ, арғы дүниеге қалай барайын деп тұрмыз біз? Алла сақтасын. Мүгедек болып барайын деп тұрмыз ғой, түгіміз жоқ. Түгіміз жоқ болып барайын деп тұрмыз. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы нәрсені үйретті ғой бізге. Қалай істеу керек екендігін.
намазды қалай оқу керек екендігімізді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның туылған жеріне келіп тұрып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізге деген қандай біз үшін уайымдағаны да, мысалы, ертең қияметтің күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп айтады дейді. Бүкіл пайғамбарлар бар ғой, адам атадан бастап қанша пайғамбар бар? Енді 124 мың деп айтып жатады ғой. Негізі одан да көп болуы да мүмкін. Қараңыздар, бүкіл пайғамбарларға адамдар барады екен ғой. Бірінші адам атаға барады дейді. Адам ата ғой енді бүкіл. Бізге шапағатшы бол, бізге жәрдем бер деген кезде маған ондай мүмкіндік берілген жоқ деп айтады дейді хадисте. Сөйтіп сендер Ибрахимге барыңдар. Ибрахим өйткені ол Алланың досы ғой. Жәрдем бере алса, сол бере алатын шығар деп айтады дейді. Сөйтіп барлығы Ибрахим алейхиссаламға барады, бірақ Ибрахим алейхиссалам тура сол сөз айтады. Маған ондай мүмкіндік берілген жоқ. Сөйтіп ол айтады, Мұса пайғамбарға барыңдар. Ол Алламен сөйлескен пайғамбар. Бүкіл адам жиналып кімге барады дейді? Мұса пайғамбарға барады, бірақ ол маған ондай мүмкіндік берілген жоқ. Сендер Иса пайғамбарға барыңдар. Көмек берсе сол бере алатын шығар. Сөйтіп бүкіл Иса пайғамбарға барады, бірақ ол да не деп айтады дейді? Маған ондай мүмкіндік берілген жоқ дейді. Сол кезде ол айтады дейді ғой, сендер Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам барыңдар, жәрдем берсе сол береді деп. Сол кезде бүкіл адам жиналып кімге барады? Пайғамбарымызға барады саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде бүкіл үммет үшін шапағат етеді екен ғой сол кезде. Бүкіл үммет дегені кім, оның ішіне кім кіреді? Үмметтің ішіне. Сіз, біз барлығымыз кіреміз үмметтің ішіне. Сол кезде үммәти деп Алладан сұрайым дейді. Сол кезде жүрегінде, бұны қысқартып айтайық, бидайдың дәніндей, кейін шаңның тозаңындай иманы барлар, кейін өмірінде бір рет болса да шын жүрекпен Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла деп айтқан адамның барлығын құтқарып ал деп айтады дейді ғой. Сонда қарасаңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл үммет үшін осы нәрсені жасайды, шапағат етеді. Енді шапағат мынандай 5 түрлі болады екен да. Бір шапағат бар дейді. Есепсіз жәннатқа кіргізіп жібереді дейді. Есеп бермейді дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты, бізге деген шапағаты есеп бермейді екенбіз ғой. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол шапағатына жететін болсақ, есеп бермей қайда кіреміз дейді? Жәннатқа. Екінші шапағаттың түрі дейді. Есебі жеңіл өтеді дейді. Есеп алынады, бірақ есебі қалай болады? Жеңіл болады. Ал үшінші шапағаттың түрі, тозаққа түсейін деп тұрған адам негізі амалмен күнәсіне қарайтын болса, қай жаққа түсу керек? Тозаққа түсу керек. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағатымен тозақтан аман қалады дейді ғой. Түспей қалады. Ал тағы бір шапағаттың түрі бар. Тозаққа түсіп кеткен адамның өзін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағатымен не қылады ол? Қайтадан шығарып алады. Жаңағы жүрегінде Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла деп бір рет болсын айтқан адам бар ғой. Сол бір рет айтқан адамның өзін тозақтан құтқарып алады дейді. Одан кейін 5-ші шапағаттың түрі, жәннатқа кірді ғой адамдар енді. Жәннатқа кіріп қойған. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағатымен жәннаттағы дәрежесі көтеріледі екен ғой. Мысалы қараңыздар, жәннаттағы дәрежелер әртүрлі болады дейді. Мысалы, барлығымыз жәннатта боламыз, бірақ ләззат алу әртүрлі болады екен ғой. Мысалы қараңыздар. Бір әйелдің суреті бар еді ғой. Мона Лиза. Бір портрет бар ғой, бір әйелдің суреті бар да. Әйелдің суреті бар. Соны аукционға шығарады да, кәдімгі үлкен бағаға сатады. Бірақ сол суретті маған тегін берсе алмай мысалы. Ал оған кәдімгі адамдар не тігу мүмкін? Мен миллионға алам, мен 2 миллионға алам дейді. Қарап тұрсаңыз, бір сурет. Бірақ екі адам келеді да, екі түрлі ләззат алады. Мысалы, мен қарайым да, бұл сурет мен үшін. Ал екінші адам банағы миллион берем деп тұрған адам, ана жерде не деген сурет дейді ғой бүйтіп та. Бірақ маған әсер етіп жатыр ма ол? Бұл бір әйел тұр. Енді қарасаңызшы, жәннатқа кірген кезде де ләззат алу әртүрлі болады екен ғой. Бір жерде тұрса да, бір жәннатта тұрса да, ләззат алу екі түрлі болады екен. Бірақ екеуі де жәннатта. Ол дәреже қалай болады десе, мынау дүниедегі жасаған амалы, мысал қараңыздар, біреу өмір бойы намаз оқыған, иман келтіргенде өмір бойы намаз оқыған. Ал бір адам өмірінің соңында иман келтірді, мысал. Сөйтті жәннатқа кірді дейік. Екеуі бірдей бола ма дәрежесі?
Дәрежесі бірдей болмайды. Өйткені біреу өмірін, жастық шағын барлығын Алла жолына арнаған адамда сөйтіп жәннатқа кіреді, екеуі де жәннатқа кіреді. Бірақ ләззат алу екі түрлі болады екен, дәрежесіне қарайды. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты барлығымызға нәсіп болсын. Сонда қарасаңызшы, дәрежесі сәл төмен болып тұрған адамды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағаты келген кезде не болады екен оның? Дәрежесі жоғарып, ләззат алу, рахат алуы көбірек болады екен да. Мысалы, қараңыздар, ол мынандай да жағдайда болады да. Алдымызға бірдей тамақ келді да, бірақ біреуі ауырып отыр, мазасы жоқ. Ана біреуі рахаттан тамақ жеп жатыр да, бірақ ана екіншісі ала алмай жатыр, ләззат ала алмай жатыр. Бірақ екеуінде де бірдей тамақ. Көрдіңіздер ме? Екеуі де бірдей болса да, тамақ бірдей болса да, екі адам одан не алады? Екі түрлі рахат алады. Сол сияқты жәннатта да адамдар дәрежесіне қарай әртүрлі ләззат алады. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағаты арқылы не қылуға болады екен? Дәрежені жоғарылатуға болады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағатын Алла баршамызға нәсіп қылсын иншалла. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметім деп өткен адам ғой енді. Кейде үмметі ұятқа қалдырып атамыз ғой. Мен енді үлкен кісілер болғаннан кейін бүйтіп айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи бүйтіп айтады. Алла тағала менің үмметімнің ішіндегі ақ сақал, ақ шашты қариялар бар ғой, соларды жазалауға ұялады дейді ғой. Қарасаңызшы, Алла тағала менің үмметімнің ішіне, қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр. Сонда пайғамбарымыздың үмметіне деген Алла, қарасаңызшы, қалай қарап жатыр да? Менің үмметімнің ішіндегі ақ сақал, ақ шашты үлкен қарттарды Алла тағала жазалауға ұялады дейді. Бірақ дейді, менің үмметімнің ақсақалдары Алланың алдында күнә жасауға ұялмайды ғой дейді ғой. Көрдіңіздер ме, қандай нәрседе жүргенімізді? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды біз қатты жақсы көрейік, соңынан ерейік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін үмметім деп кеткен ғой. Енді біз пайғамбарым деп пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам таниық, соңынан ерейік. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мақсаты, бүкіл мақсаты бізді тозақ отынан құтқарып қалу, мәңгілік рахатқа жеткізу болған. Енді қараңыздар, қазір соңғы пайғамбар келіп қойған ба? Келіп қойды ғой. Соңғы пайғамбар кім? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарлардың соңы. Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мақсатын орындап кетті ма? Орындап кетті. Қараңыздар, бір мұсылман жоқ жерде, енді ханифтен ұстанғандар болды ғой. Енді қараңыз, осындай жерге келді да, арабтар о кезде азғындыққа ұшырап кеткендер еді ғой. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерге келіп насихатын айтты. Насихатын айтып 23 жыл Мекке Мәдинада өмір сүрді. Сол кезде араб жерінде мушрик қалған жоқ дейді ғой. Қараңыз, бір өзі бастаған ислам діні, мысалы, бір өзі бастады ғой енді шақырып. Ең соңғы хұтпасында, осы қажылыққа келген хұтпасында жамағатқа уағыз айтады ғой. Сол кезде сахабалардың саны 100 мыңнан асып кеткен еді дейді ғой. 100 мыңнан. Сонда қараңыз, араб жерінде мушрик қалған жоқ дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау нәрсені айтқан. Сендерге жеткіздім ба дейді. Мен хұтпаны қазір айтпай қойық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл нәрсесін айтып болғаннан кейін сендерге жеткіздім ба дейді ғой. Жеткіздім ба дейді. Барлығы иә жеткіздің деген кезде бүйтіп айтқан ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алла куә бол. Алла куә бол. Алла куә бол деп. Яғни міндетін не қылды? Атқарды, толық жеткізді. Енді қараңыз, соңғы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді, өмірден өтті. Енді пайғамбар келе ме адамдар туралуға? Бұл келмейді. Өйткені соңғы пайғамбар кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Енді қараңыз, пайғамбар келмейді енді. Енді бұл дінді бір-біріне кім жеткізеді? Сахабалар жеткізді, міндетін орындады. Одан кейінгілер ғалымдар жеткізді. Енді сіз, біз әр отбасымыздағы имамбыз ғой былайша айтқан кезде. Енді қараңыз, сіздің бала шағаңызға, сіздің әйеліңізге барып, мен уағыз айту ол шарт емес. Бірақ мен осы жерде сізге айтып бергеннен кейін енді сіз не істеуіңіз керек? Отбасыңызды туралыққа шақыруыңыз керек. Яғни харам нәрседен тоқтатып,
адал нәрсеге қарай не істеу керек? Адам шақыру керек. Өйткені соңғы пайғамбар келмейді, шақырмайды енді. Тек қана біз хадистерді, Құран аяттарын айту арқылы енді біз шақыруымыз керек. Өйткені бізге ол не болды? Аманат болды. Аманат. Енді қараңыз, біздің бұл дүниеге келудегі мақсатымыз кешегі жерге келгенді. Бұл дүниедегі мақсатымыз Құранда Алла Тағала ашық айтты. Мен адамдарды, жынды не қылдым дейді, өзіме құлшылық етулері үшін жараттым дейді. Мақсат сол. Енді қараңыз, мақсатымызды анықтап берді Алла Тағала. Құлшылық. Алланы тану. Енді оны сөйтіп, құлшылық деген мағынаны не деп түсіндіреді ғалымдарымыз? Алланы тануымыз керек. Алланы тануымыз керек. Енді Алланы тану қалай болады? Мысал қараңыздар. Негізгі нәрсе болады, қосымша нәрсе болады. Дұрыс па? Негізгі нәрсе болады, қосымша нәрсе болады. Кез келгеніңіздің, мысалы, бір жұмыстарыңыз бар, жұмыстан бөлек уақытта нелеріңіз бар, бір қосымша баратын жерлеріңіз бар, қосымша бизнестеріңіз бар, мысалы. Бірақ негізгі жұмысыңыз болады. Сол сияқты адамның өмірге келудегі мақсатында негізгісі бар, және қосымшасы бар. Түсінікті болып жатыр ғой? Енді қараңыздар. Біз кешегіні қайталап айтайық. Есіктің алдына алма ағашын, қараңыз, әдейі алма ағашын деп айтып жатырмын. Алма ағашын не үшін егеміз? Огородқа егетін болсақ, жеміс берсін. Егер ол жеміс бермейтін болса, қурап қалды. 5 жыл жеміс берді да, қурап қалды. Сөйтіп ол қайда кетті? Кесілді, отқа кетті. Қажет жоқ. Қурап тұрған ағашын бізге қажет жоқ. Оны егудегі мақсатымыз не еді біздің? Жемісін жеп тұру. Жеміс бермеді, мақсат орындамады, бізге қажет жоқ. Есіктің алдына 10 тауық бір қораз асыраймыз, мысалы. Или 10 қораз бір тауық асырап жатқан адам көргенсіздер ме? Енді қараңыз, не үшін 10 тауық бір қораз асыраймыз? Өйткені тауықты асыраудағы мақсатымыз не ол? Жұмыртқасын жеп отыру. Егер жұмыртқасын бермейтін болса, ол жұмыртқа тумайтын болса, не істейміз біз? Құр жем бере береміз бұны. Шетінен сорпа болады. Енді қараңыздар, мақсатын орындамаған кез келген нәрсе қажеті жоқ. Енді қараңыз, бүкіл нәрсенің мақсаты бар екен да, ағаш, алманың мақсаты бар, тауықтың мақсаты бар. Енді адам, енді адам ғой. Адамның мақсаты жоқ болсанда? Мақсат бар. Мақсат тек қана баю болмау керек. Байлықтың соңына жете алмайды ғой адам негізінде. Қараңыздар, енді біздің өмірге келудегі мақсатымыз Алла Тағала ашық берді, ол Алланы тану. Енді Алланы танимыз, одан кейін бар қосымша нәрселер істеуге болады ма? Болады, еркін түрде болады. Бірақ Алланы танымай, Аллаға құлшылық қылмай, қосымша нәрсемен айналысып кетуді не деп түсіндіреміз біз? Кешегі нәрсемен. Бастығыңыз бір қағаз берді да, Алматыға 3 күнге барып кел, мынаған қол қойдырып кел деді. Біз қағазды алдық та, бардық Алматыға. Сөйтіп Алматыға барып, қол қойдыру мақсатымыз дұрыс па? Қол қойдырдық. Одан 3 күн уақытымыз бар әлі. Не істесек болады біз? Көктөбеге баруға болады. Нағашының үйіне, жиеннің үйіне, достың үйіне барып қыдыруға болады. Бірақ мақсатты орындағаннан кейін. Ал бардық та қыдырып кеттік. Көктөбеге шығып кеттік. Нағашы жиенді аралап кеттік. Достармен қыдырып кеттік. Сөйтіп жүргенімізде 3 күн өтті де кетті. Сөйтіп мақсатты орындамай, қол қоймай, бастықтың алдына бардық. Сол кезде бастық не дейді бізге? Не үшін бардың дейді ғой? Не үшін бардың? Мен сен қыдыруға жібердім ба? Бірақ, бастық қай кезде ұрыспайды? Егер ол барып қолын қойдырды, мақсат орындалды, болды. Алматыға келгендегі мақсат орындалды. Сөйтіп қол қойдырып болғаннан кейін, досына барама, нағашысына барама, Көктөбеге шығама, өз біледі, мақсат орындалып қойғанда оны. Сөйтіп барды, ол бастық қыдырдың ба деп сұрамайды одан енді. Не сұрайды? Қол қойдырдың ба? Қол қойдырдың деп көрсетсе, болды. Барлығы орындалды. Сонда қараңыз, мақсатты да орындады. И қосымша нәрселерді орындап келді. Енді қараңыз, біз ертең Алланың алдына барған кезде бізден
нелерді сұрамайды біздің? Байлығымызды, дүниемізді, түрімізді. 5 миллион жинапсың ғой сен деп бөлмейді. Немесе сен подписчигің 2,5 миллион екен ғой деген. Подписчик түсінбейтін шығарсыздар сіздер апалар. Түсінесіздер ма? Машалла. Енді оған қарап бөлінбейді адам. Қараңыз, негізгі мақсат сұралады. Бірінші, Алланы таныды ма ол? Иман келтірді ма ол? Иман келтіріп, намазы бүтін, мақсаттарын орындаған. Мақсатын орындап болғаннан кейін, мысал қараңыз, иман келтірген, намазға барды, намазын оқып болғаннан кейін не істеп келген? Барып тренировкаға барған, бала шағасымен қыдырған, кафеге барған, тамақ ішкен. Бірақ неден кейін ол мақсатын орындап болғаннан кейін тек қана қыдырып жүретін болса ше, ертең Алланың алдына барған кезде оның жауабы бөлек болады. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті қажекейлер, біз не істеуіміз керек? Бірінші мақсатты орындаймыз, одан кейін қосымша нәрселерді жасаймыз. Ана бір жерде бүйтіп айтып жатырмын да, енді дінмен өмір сүруіміз керек барлығымыз десем, бір ата бүйтіп айтады. Енді барлығымыз соны жатайық па сонда мешітте дейді ғой. Қарасаңызшы, қандай түсінік бар? Дінмен өмір сүру керек дегенді қалай түсініп жатыр? Мешітте жату деп түсініп жатыр. Кім айтты мешітте жату деп дінмен өмір сүру? Дінмен өмір сүру керек дегеніміз былайынан. Дінмен өмір сүру керек дегеніміз Алласын таныған врач болу керек қой. Алласын таныған мұғалім болу керек. Алласын таныған құрылысшы болу керек. Алласын таныған аспаз болу керек. Алласын таныған көше сыпырушы болу керек қой. Қай жерде жазыпты мешітте жату керек деп? Дінмен өмір сүру керек деген сөз, ата-ананы қалай құрметтеуің керек? Яғни, дінмен өмір сүрсе, ата-анасын құрметтейді. Дінмен өмір сүру керек деген сөз, бала шағасына дұрыс тәрбие беру керек деген сөз. Дінмен өмір сүру керек деген сөз, ағайынмен дұрыс байланыста болу керек деген сөз. Дінмен өмір сүру керек деген сөз, жақсылық жасау деген сөз. Дінмен өмір сүру керек деген сөз, бағанағы біздің ең соңғы, тек қана соны ғана ойлайтынымыз, мешітте де табылуымыз керек қой. Мешітте де табылуымыз керек. Сонда қараңыз, дінмен өмір сүру керек дегеніміз тек қана мешітте жату емес, керісінше қараңыздар. Бір күні Омар радиаллаху анху мешітке кірсе, бір кісілердің жатқанын көреді мешітте. Намаз уақыт емес. Сендер кімсіңдер дейді ғой. Сол кезде біз мүтәуәккилун деп айтқан екен да. Біз Аллаға тәуекел етушілерміз дейді. Жатамыз дейді ғой. Алла өзі береді деген сөз ғой. Сол кезде Омар радиаллаху анху оларға бүйтіп айтады. Сендер мүтәуәккилун емессіңдер, сендер мүтәәккилунсіңдер деген. Бұл мүтәәккилун деген арам тамақ деген сөз ғой. Мүтәуәккил, Аллаға тәуекел етуші деген қандай болады? Аллаға тәуекел етушілер бірінші амалын жасайды, соңын жемісін кімнен күтеді? Алладан күтеді. Ал мүтәәккилундер ше, арам тамақтар, олар түк істемейді. Алла өз береді деп жата береді. Ислам дін бұндай емес. Сөйтіп Омар радиаллаху анху оларды қуып шыққан екен. Бар тіршіліктерін жасаңдар дейді. Мешітке қай уақытта келеді? Құлшылыққа келеді. Құлшылығын жасап болғаннан кейін, біткеннен кейін не істейді? Жер бетін таралып тіршілігін жасау керек. Өйткені Құранда Жұма деген сүреде бүйтіп айтады. Фаиза қудиятис сала фанташиру фил ард дейді. Намаздарыңды өтеп болғаннан кейін жер бетіне тарқап кетіңдер дейді. Не үшін тарқап кетеді жер бетіне? Ризығыңды ізде дейді. Әрекетіңді жаса дейді. Сондықтан мешітте отыру, бағанағыдай дінмен өмір сүру керек деген кезде тек қана мешітте жату емес ол. Дінмен өмір сүру керек деген үйде дін болу керек. Яғни адал нәрсе жеу, дін ол. Ата-ананы құрметтеу ол дін. Бала шаға дұрыс тәрбие беру ол дін. Ағаймен тату болу ол дін. Табысты адалынан табу дін. Егер врач болатын болса, Алла разылығы үшін емдеу, айлығы түсіп жатыр ғой енді. Шын ниетпен емдеу ол дін. Аллады көріп тұр ғой деп. Мұғалім шын ниетпен анау бір нәрсені үйретейін, осы балдарға жазу, сызуын үйретейін, оқуын үйретейін деп шын ниетпен үйрету ол дін.
енді алла разылығы үшін да. Айлық, қараңыздар, алла разылығы үшін деген кезде оған тегін істе деп жатқан жоқ қой. Айлығын алады. Айлығын алып жатқаннан кейін енді мынаны шын ықыласыңмен жаса деп тұр ғой, алла үшін дейді. Алла көріп тұр деп жаса дейді. Сол не болады соның барлығы? Дін болады. Ал дін дегенді біз мынандай қылып түсінеміз да, кішкентай қылып. Дін деген кезде тек қана мешітте отыру деп түсінетін шығар. Бірақ дін деген отбасында дін болу керек. Әрбір тапқан асы неден болу керек? Адалынан болу керек. Сонда біз өмірге келген мақсатымызды толық атқарып кеткен боламыз. Егер бұл нәрсені жасамайтын болсақ, Алла сақтасын. Енді мен кейде қатты айтып жүретініміз бар. Тек қана асқазанның қамымен кетіп қаламыз. Тек қана асқазанның қамы. Оны бүйтіп айтатын еді ана. Асхана мен әжетхананың ортасындағы камаз болмаңдар деп. Асханадан артып алады, әжетхана апарып тастайды. Камаз әшейін. Бүкіл өмірін неге арнап тастаған? Дүние табуым керек, дүние табуым керек, дүние табуым керек. Жоқ, таппа деп айтпайды шариғат. Тап дейді. Бірақ адалынан болсын дейді. Табуым керек деп қалай болса солай тауып келу емес. Ана кезіндегі әйел кісілер енді, апалар енді қазір үйтіп айтпайтын шығарсыздар, сіздер пенсиядасыздар ғой. Кезінде әйел сахабалар бүйтіп айтады екен. Күйеулері үйіне шығып бара жатқан кезде, енді былай видеодан тыңдайтындар болса, енді ғибрат үшін айтып жатырмыз ғой. Әйел сахабалар бүйтеді екен. Күйеуі үйінен жұмысқа шығып бара жатады ғой, табыс табуға. Бүйтіп айтады екен ғой, қарсаңшы. Не алып келсең де үйге, адалынан алып кел. Адалынан алып кел. Өйткені біз аштыққа шыдаймыз дейді. Аштыққа шыдаймыз дейді. Бірақ тозаққа шыдай алмаймыз деп айтады екен. Бұл не деген сөз? Егер де сенің тауып келген табысың арамнан болатын болса, ол арамды жеген адам не болады? Иманға келмейді ғой ертең ол. Бүкіл ет арамнан өскенді. Соны айтады. Біз аштыққа шыдап отыра аламыз дейді. Бірақ тозаққа шыдай алмаймыз. Сондықтан не алып келсең де қалай алып кел дейді? Адалынан асап кел дейді ғой. Анау сөзді естігеннен кейін сыртқа шыққан сахаба, енді ол кісілер қалай алып келеді енді? Барынша адал алып келуге тырысады. Ал кейбір қазіргі әйелдер не дейді? Анау жоқ, мынау жоқ, таппайсың, бүйтпейсің, жетпейді. Аналар бүйтіп өмір сүріп жатыр, аналар қыдырып жатыр. Біз ақ осы түкке жарамаймыз дегеннен кейін үйден шығып бара жатқан еркек осы нәрсені естіп шығады ғой енді. Бір жерден ұрлап келсе де келеді ғой енді ол. Ананың аузын жабайыншы дейді ғой. Көрдіңіздер ме? Кім кімге мәжбүрлетіп жіберетіндігін. Сөйтіп қараңыз енді. Ол жұмысқа барады, қызметте. Айлығы 200 мың. Сөйтті ол бір қызметте отырғаннан кейін оған не істейді? Біреу пара алып келеді бүйтіп, 500 мың теңге алып келеді. Мынаны тындырып беріңізші деп. Сол кезде 500 мың теңгені алады да, Құдай өзі жіберіп тұр ғой дейді ғой. Бана үйдегі, қарсаңшы, үйдегі айтып берген ғой енді. Жетпейді, жоқ деді ғой енді. Сол есіне түседі ғой. Ай, Құдай өзі жіберіп тұрған шығар дейді, жай алып қояды ғой. Ал егер де үйдегі әйел кісі не тапсаң да адалынан тауып кел, разымыз. Аз болса да қанағат қыламыз дейтін болса, ана параны берген кезде не дейді ол? Айнан айын аламайым дейді бұл. Арам нәрсені аламайым дейді. Өйткені үйдегі мен аштайын деп тұрған жоқ. Ол не деп айтып жүрген қайта? Адалынан тауып кел дейді. Адалынан. Ал жаңағыдай шуба, муба дегендерді айта беретін болса, алтын, анау бар, мынау. Үйдегі рекламалар, телевизор көріп отырады да әйел кісі. Желаниясы ашылып кете салады, ананы сатып алайықшы дейді ғой. Сондай ғой, рекламаны көріп отырып, мынау үйге керек екен дейді. Сөйтті ананы алмасына қоймайды ғой, қайта айта береді, қайта айта береді. Ал күйеуінің айлығы қанша? 300 мың, мысалы. Ал ана рекламадан көрген нәрсесі 400 мың. Не істейді енді ол? Жаңағыдай пара берген кезде біреу ананың аузын жабайыншы дейді ғой. Үйдегінің аузын жабайыншы деп алып қою мүмкін. Сондықтан қараңыз, дінмен өмір сүру керек дегеніміз тек қана мешітте отыру емес, не екен? Адалынан ақша табу екен. Бала шағаның етін өседі ғой, мысалы, ол бала, кішкентай бала. Оған егерде тек қана парадан банадай
взятка, пара деген кезде түріктерде ақшаныға пара дейді негізінде. Бана сондай нәрселермен тек қана тауып барып үйді бала шағамыз сөйтіп өсіретін болсақ, Алла сақтасын, ертең ол баланың денесі, еті немен өскен болып есептелінеді? Арам нәрсемен өскен болып есептелінеді. Сөйтіп ол сөз ұқпайтын бала болып шығады екен, Алла сақтасын. Сол үшін иншалла Алла Тағала бізге дінді жіберді, мақсатымызды айқындап берді. Сол мақсатымызды толық орындап кетейік та иншалла. Мақсатымызды орындап кетейік. Егер мақсатымызды орындай алмайтын болсақ, ертең Алланың алдына барған кезде жаңағы Алматыда қыдырып келген адам мысалы бар ғой. Сол сияқты қарасаңыз, түксіз барамыз ғой, түксіз. Ал ол жақтан қайтып келіп жатқандар бар ма? Таныстар жоқ па? Есеп бар екен мына жақта деп келіп жатқандар жоқ қой. Демек қайтадан келу жоқ. Сондықтан сол бара жатқан жолда алатын нәрселерді алып кету керек екен ғой бүйтіп. Алып кету керек деген кезде, Меккедегі заттарды айтып жатқан жоқпын. Намаз, ораза деген нәрселерді алып бару керек болып тұр ғой енді. Ал қабірге түскеннен кейін бізде бір нәрсе мүмкіншілік бар ма бізде енді? Бір нәрсе жасап қалған мүмкіншілік бар ма? Жоқ болды.